Мен бұрын ойлайтынмын, тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім әр қашанда менің арқа сүйер адамым болады деп. Мен бұрын ойлайтынмын, той жасағаннан кейін сол үй отбасы менің әр қашанда қорғанатын бір жерім болады деп. Мен бұрын ойлайтынмын, жәбір жапа көрген кезде әр қандай уақытта төркініме қайтуыма болады деп. Мен бұрын ойлайтынмын, бүткіл нәрсемді арнасам, осы семья үшін қызмет істесем, міндетті түрде менің қадіріме жетеді. Біз әйел заты сол семья үшін барлық нәрсемізді құрбан етеміз. Бүткіл арман мақсатымыз, өзіміздің аңсаған тұрмысымыз, тіпті өзімізге дейін жоғалтып жібереміз. Мүлдем ұмытып қаламыз өзіміздің сезімімізді, өзіміздің жәбір жапа көріп жатқанымызды. Бүткіл сол семьяға, күйеуімізге, баламызға бір өмірімізді, кейінгі жарты өмірімізді бүткілдей арнап жібереміз. Қаншылықты жәбір жапа көрген сайын сізді соншылықты жәбір жапаға шыдайды деп ойлайды екен. Сіз қаншылықты қарсы жағыңызды кешірген сайын қарсы жағыңыз сізді жаралай береді екен, чексіз жаралайды екен. 1, 2, 3 чексіз қайталай береді екен. Бір ұқсас қателіктер. Сіз сол үйге барлық нәрсеңізді арнап, бүткіл жұмысын істеп, бүткіл адамның денсаулық жағынан, көңіл күй жағынан бәр қызметін өтеп отырған кезде, сіз ауырып қалған кезде, сол үйде шын жүрекпен, шын ниетпен күйініп сіздің қалыңызды сұрайтын адамның болуы екі талай екен. Бір жастықта бас қосып жатқан күйеуіңіздің өзі сіздің ауырғаныңызды міндестіп қалатын, ренжи қарайтын, қабақ шытатын кездері болады екен. Сіз қаншылықты істің жөнін білген сайын сол семьяда сіздің көңіл күйіңізді ойласатын ешкім болмайды екен. Сондықтан келер жолы емес, кейін емес, дәл қазірден бастап өзіңізді сүюді үйреніңіз. Өзіңіз үшін өмір сүруді, өзіңіз үшін жасауды, өзіңізді аялауды, қадірлеуді, өзіңізге бір уақыт айнаға қарап өзіңізді күтімдеуді біле біліңіз. Сәртейіп кетпей